Жұмекен Нәжімеденов. Ақ шағылдан үзінділер. Оқыған Оразбек Бақытқан. Біздің осы екінші сақаудан хабар бар ма? Деді екінші қонақ. Ірімшік пен майға серігінен көргенін істеп, оны жұрт кейде ашық сақау дейді екен. Огым деді. Қарашаш, екінші сақау, ашық сақау дегенді ол бұрын естімеген еді. Сейсімет ақамды айтады, деді Еділхан. Екіншісі несі? Бірінші сақауымызда бар ғой, оны біз құпия сақау атаймыз. Бірінші сақауымыз кім деді? Әлі дымға түсінбеген Қарашаш. Біз білетін жерде Сейсіметтен басқа сақау жоқ емес пе еді? Мынаны қараш енді. Сандыбай кеңк-кеңк күлді. Сақал сатымды ешкім сақау деп ойламайды. Шынында сақаудың көкесі сол. Қарашаш қайран қалды. Сақал сатымды талай жылдан біледі. Сақал сатым сөйлегенде ауыз-аузына жұқпайды. Сақалы қалың болғанымен ерні жұқа. Ешбір бұзып, Сейсіметке ұсап, бүлдіріп айтқанын сезген емес. Мыналар сол сатымды сақау деп отыр. Өзі бір жібі түзу кісі. Қой, қате болар, деді Қарашаш. Кәдімгі Қуантайдың көршісі сақал сатымды атам заманнан білеміз. Ол сақау адамға, міне, оның сақау екенін жан білмейді. Содан да сақал сатымды құпия сақау дейді. Мен де баяғыда сенбегенмін. Оллахи биллахи, ол сақау деп Сандыбай өз тамағын өзі бас бармағының сыртымен шалып жіберді. Кеуелдей адамның бала құсап ант су ішіп, бауыздалып отырғанына Талжыбектің күлкісі келді. Бірақ күлуге ұялды. Еділханға қарады, ол аузына апарған шай табақ тісіне сырт етіп тиіп булығып отыр. Қарашаш Сандыбайдың ауыл арасының ұсақ түйек құпиясын біліп, теріп айтып жүретін адам екенін еститін. Біреудің жан адамға сездірмеген жасырын құпия сақаулығына шейін біліп қойғанын, қонағының тіміскі мінезін ұнатпай бір отырды да, көрші де болса басқа колхоздың кісісі екені, әрі өзінің төрінде отырған несіне түсіп, сонда оның қандай сөзге тіл келмейді екен деген сауал қоюмен шектелді. Әлбетте, біздің Сейсімет ырдың орнына и айтады. Сатым ше, сақал сатым ырдың орнына түкті айтпайды. Мәссаған безгелдек. Онда қалай болғаны? Түсінсем бұйырмасын, деді Қарашаш шынымен аңтарылып. Сақал сатымның қулығы сонда, ол ішінде бар сөздің ық жығынан да жүрмейді. Қарашаш жағасын ұстады. Қой, қонақ, мынауың тіпті миға сыймайды. Рас айтасың, сыймайды. Ал сақал сатымның сөйлеген сөзін мұқият тыңдап көрші. Бар бірде-бір сөз таппайсың. Тапсаң мен мұрныңды кесіп берейін. Пах, шіркін. Ана мұрныңды кесіп берерсің, жартысын. Талжыбек Сандыбайдың бетіне қалай жалт қарағанын өзі байқамай қалды. Арасында да қонақтың мұрнын егер төменгі жағында ауыз болмаса мұрын деп танудың өзі әбігер екен. Екі көзі бірін-бірі көріп тұрған сияқты. Ортасында ештеңе жоқ. Одан төмен қарай Құдай екен қамыр жапсырғандай қып тегістеп келеді де, дәл жоғарғы ерінің үстіне жете бергенде ұшын шымшып көтеріп үстінен басып қойды. Қыз күліп қоярмын деп қатты қысылды. Құман қойылған табадағы сөніп бара жатқан шоқты сылтауратып, ана жаққа шығып кетті. Мына мұрнымен нағып маңқа болмады екен бұл кісі деп ойлады Еділхан. Әрбір кішкене міні бар жан мінін есіне салғанға ренжиді ғой. Сандыбай да сондай жоқ боп шықты. Қайтесің енді? Барына риза боласың да, сонсоң сақал сатымның сақаулығына қайта оралды. Үйдегілерді әбден сендірмей қоймайтын түрі бар. Сақал сатым ер тұрманды ойлап, айыл тақым, айғырды биенің байы, сиырды бұқаның тоқалы деп сыпыртқанда мүдірмейді. Тіпті сол биенің байы, бұқаның тоқалы сықылды сөздерін сіз қалжың ретінде қабылдайсыз. Оның ондай қалжыңды ырдан қашып айтып отырғанын әлбетте ұға бермейсіз. Астағфиралла, не дейді Құдай-ау? Талжыбек бір таба жоқ әкіліп құманның астына салды. Жанары жасаурап, сол жас отты қара көздерін жайшылықтағысынан да маздатып, жарқыратып жіберіпті.
Сұлу сүйір егін ұшына дейін албырап тұр. Ұзын қайқы кірпіктері дымқыл дым. Отыра беріп көзінің астымен Қарашашқа қарады. Алдыңғы жылы сақал сатым малайда бастарқан барады. Малын бұлдап қымбатқа сатады. Мата, шай, киім-кешек секілді керек жарағын түйісіне бастыр артып, қойны қоншын ақшаға сықап, қазаши бөгердің үстімен өте бергенде біреулер бас салады. Базаршының өзімен түйесінен өңге түк қоймай әбден тонайды да қоя береді. Сақал сатым ауылына әлбетте қайғырып жүдеп келеді. Осыны естіп екі-үшеу боп үйіне бардық. Қазаши бөгердің орыс ауыл екенін бәріміз білетінбіз. Мен орыс деген сөзді айтқызғым келіп, сатымнан тонаған орыс па, қазақ па деп сұрадым. Ол бөгелместен Қазашиде қатқаныңның қазағы болсын ба, кілең мәткенің байыдағы деп жеткізді. Біз бір-бірімізге қарадық. Дегенмен тапқыр адам екен, апырай десейші. Қадырғана. Қарашаш төңкерілген шыны аяқтарды жазып қайтарам бір-бір қоюды бұйырды. Осы елде сонша жыл өмір сүріп, тұрмыс деген итпен күнде ырылдасып жүріп, бірде-бір рет ырды айтпаған сақал сатымның дінге беріктігіне, тапқырлығына бәрі қайран. Жалғыз әріпке бола сөздің небір шұрайлысынан безіп, өзінше сөзді көрнек атаулар жасап жүрген бұл адам таңдануға тұрарлық еді. Әркім өзінің сақал сатымымен кездескен, онымен сөйлескен шақтарын іште естеріне алып, үнсіз ойланып отыр. Бақса, ешқайсысы сатымның ішінде ыры бар сөзді аузына алғанын естімепті. Оның елден ерек, тоғын ағаш, көз ағаш, бастаңғыш сияқты атау сөздері сол баяғы ырдан қашып жасағанын, бір нәрсені түсі түндей деп жып еткізгенде, қарадан гөрі ажарлырақ, бейнелірек шығатын. Әсіресе малдың түр-түсіне байланысты жирен, сары, шұбар, күрең, сұр деген сөздер былай қарағанда басқаша айтуға көнбейтін сияқты. Ал сақал сатым оны құм қызыл, құм құла, алабажақ, шоқ түсті, күл түсті деп соға салады. Малдың түрінің қандай екенін осы сөздерден анық ұғынатын кісі жирен, күрең, сұр тағы басқа сөздерді неге қолданбайсың деп кінә қоя алмайды. Күннің қызарып батқанын ол ұялып батты дейді. Әрі түсінікті, әрі бейнелі. Содан да болар, сақал сатымды жұрт шешен адам санайды. Сәл нәрсені оқиға көріп, сәл нәрсені бір қауым әңгіме қылатын құм адамның қашанға әдетіне үйренген Сандыбай сақал сатым секілді кісінің сақаулығына да әлі күнге байқамаған, естімеген. Қарашаштай аңқау тапқанға мәз. Әрі шайға қандырып, әрі әңгімеңді аузын ашып тыңдайтын кісісі бар үй жаман үй болар ма? Сатымның қай жерде кімге не дегенін, кімді қалай қатырғанын есіріп, өкпөктетіп соқты. Әрі берден кейін оның бірдеңе сұрағанда бар ма деудің орнына жоқ па деп сұрайтынын сүт пісірім сөз болды. Ақыры сақал сатымның сақаулығына күмән келтіретін бұл үйде ешкімнің қалмағанына таза көзі жеткен болу керек. Сандыбай шашкесін бір жола төңкеріп, тас аяғын кейін ысырды. Ас қайырылып, дастархан жиылды. Барлық қуаныш, сүйеніш, әңгіме думан сонымен бірге кеткендей. Манадан бері желпініп, желіп отырған қонақ кенет кібіртіктеп басылып қалды. Әлде қайдағы бір қасіретті оқиға ойына түсіп, жанына батқандай қабағын шытып күрсініп қойды. Мен қайғыға батып отырмын ғой, сендер қалайсыңдар деген кісіше серіктерінің бетіне бір-бір көз сүрінтіп өтті. Еділхан мен екінші қонақ жайбарақат, жайдары жүздерінен күлкінің жұғыны әлі кеппеген кейіп танытты. Сандыбай біраз отырды да жолдастарына «Жүрмейміз бе?» деп күбір етті. «Асықпа қонақ, ас пісіп жатыр» деді Қарашаш. Солай ма? Қарашаш барған адамды әбден тойдырмай жібермейді деуші еді. Рас екен ғой. Сандыбай еңкілдеп кеп күліп жіберді. Дәл осы арада күлетін ештеңенің жоқ екенін сезе қойып, іле қараөзек шақ болғандікі ме, адам осы күні қарап отырып шаршайды деп, артындағы екі бұрыш едірейген ақ жастыққа қисая кетті. «Апа, Талжыбек домбыра тартсындағы?» деді Еділхан. Екінші қонақ қостай салды. Сандыбай басын жастықтан жұлып алып, ілулі тұрған домбыраға қарады.
Білмеймін, айналып кетейін, Жібекжан домбыраны сирек ұстайтын болып жүр ғой. Соғыс басталған жылы тесік тамақ Сабырдың күйін бір таң тыңдап едім. Одан бері домбыраның үнінен естуден аманмын, деді Сандыбай. Домбыра тыңдайтын хал болды ма жұртта? Қарашаш түрегеп барып қазақтың домбыраны алды. Шегін дың-дың еткізіп шертіп байқап еді, ірі етті саусақтары онша жуса қоймады. Өмірәлі жанның әкесінің домбырасы ғой деп күрсінді. Сонсоң ана жаққа қарап дауыстады. Жібекжан, Жібекжан. Талжібек жуан ерін ағаш табақты ұстай кірді. Қолы қамыр-қамыр, апасының алдындағы домбыраға көзі түсті де шұғыл бұрылып ізінше шығуын қайланды. Жібекжан, бері кел. Бірер күй тартшы, бәлкім ағаң тірі болып сау келер. Мұнысы ағаң аман келер мекен? Оң аяқ болшы деген секілді естілді. Сандыбайға қарата Қарашаш, бұл да күйді сол тесік тамақтан үйренген, деді. Апырай, ол күркелі күйші ғой. Сандыбай тесік тамақ Сабырды ғұмырында екі-ақ рет көргенді. Бірінші кездесуі сәтсіз болды. 40-шы жылдың май айы еді. Сейсенбай қарттың үйіне адам сыйғанша жиналды. Бұл елдің ең соңынан келіп отыратын орын таппай, есіктің алдына түрегеп тұрып, үй ішіне көз жіберді. Төрде шүйкедей ғана болып күйші отыр. Тұра жұтқыншағының үстінде ортасы тесік, дөңгелек кішкене темір жылтырайды. Жұрт тып-тыныш. Бір кезде Сабыр ірге жағында жатқан шағын қоңыр былғары қапты қобдишасын ашып, ішінен сабы бір бөлек, басы бір бөлек үлкен қызыл домбыраны алды. Сабын басына тез-тез кигізіп бекітті. Құлақ күйін келтірді. Оң қолының сұқ саусағын тіліне тигізіп, тиектің астына жақты. Сонсоң тамағындағы тесікті бармағымен басып тұрып, жамағат, жиналып қалған екенсіңдер. Сіздерге қолымнан келген қызметімді көрсетейін, деді. Домбыра әңгімесін әуелі күңгілдеп, күмбірлеп бастады да, он шақты перне бапты, сәтті алынғасын күңіреніп жүре берді. Кенет үй иесі Сейсенбай қарт ұшып, түрегеп, етектей ақ орамалды тесік тамақтың алдына жайды. Үстіне шияланан алып қып-қызыл 30 сомдықтың біреуін тастады. Сол-ақ екен күйші күйін ортан белінен шорт үзді. Төменірек отырған жас жігітке, жүр бала, кетейік. Бұл ел біз сияқтыларды қорлауға дағдыланған ел екен. Жұрт әне-міне деп есін жиғанша суытулы тұрған аттарына мініп қараңғы түнді жамылып тайып отырды. Екінші рет соның кележегінде Әжімгерейдің үйінде көрді. Ол жолы өз айтқандай бір таң тыңдаған. Жаңа Қарашаш бұда күйді сол тесік тамақтан үйренген дегелі көңілі қатты құлап, Талжібекті ынтаға күтіп отырды. Бұл қыз домбырашы екенін сырт адамда Еділханнан өзге жан біле бермейтін жас күйші әрі қысқаяқты адам болғасын ба, шешіліп шертпейді. Үйде кісі жоқта есікті іштен іліп ап, өзімен өзі ғана сырылдасады. Онда да құмда туып өскен, қойына шейін домбыра тыңдайтын, қошалақ кісілердің ата салты сәби шағынан қанына сіңіп қалған Еділхан үй сыртынан ұрланып бұғып тыңдайды. Бөгде біреудің тыңдап жүргенін сезіп қалса, қыз қоя қояды. Өзіне қатар құрбы болғанымен тікелей тілек айтуға бата алмайды. Өйткені бәрібір қыз Қарашаштан үңгенің өтінішін орындамайды. Жаңағы өтініштің Талжібекке емес Қарашашқа айтылуы соданды. Талжібек имене кеп, пештің маңайындағы шегеге ілулі көлдей ақсұр кене орамалға теріс қарап тұрып қолын сүртті. Сонсоң манағы шай құйған жеріне қонақтарға бір қырын отыра кетті. Апасы домбыра ұсынып жатып, тартып жіберші айналайын, кетейін. Тартып жіберші айналып кетейін. Мына ағаларың естісін, деді. Күйші мынау да ағама дегендей Еділхан жаққа жаратпаған пішінмен жанарын бір төңкерді, домбыраны қолына алды. Сәл кейін сырғып кеткен шайтан тиекті орнына қойды. Қырындысын әбден алып иірген қой ішегінің ар жағынан күн көрінетіндей. Есті қол жанап қана өтсе жарытқалы тұр. Дыбысын шығармай еппен бабын келтіріп алды. Үш қонақтың үшеуі де малдастарын құрып, жақтарын таянып қапты. Сандыбай әлі де домбырасының о жөр, бұ жөрін шұқылап, бөгеліп отырған жас қызға
Ұялмашырақ тарта бер деді. Жоқ, ол ұялмайды деді Қарашаш. Талжыбек бірінші пернеден бастап асықпай теріп отырып, сағадағы ең соңғы пернеге жетіп, бірақ тоқтады. Соң қақпаққа тигізбей жидірмелете қағып жіберді. Жаным-ау, мынау тесік тамақтың өзіні ғой. Әуелі Құрманғазының Қайран шешем, Қызылқайың, Серпер секілді бұл өлкөге көп тараған күйлері тартылды. Домбыраның бұрауын түсіруден әріге бара алмайтын осы отырғандардың өздері де жас күйшінің қол алысында әлденедей бір тың дыбыс, соны мінез бар екенін аңғармай қала алмады. Саусақтары нәзік болғанмен алымды, әлеуетті көрінді. Перне қуып селкілдеп қалтылдамайды, жай ғана жұмсақ жуас жорғалайды. Әр саусағының астында бөлек бір діріл, бөлек бір сезім бар. Керекті шешуші пернеге қадала кеткенде адамның жүрегін шымырлатып, жанын суырады. Домбырашының қол ептілігін, саусақ шеберлігін паш етуге тырыспайды. Бұл қайта соны жасыруға бүркеуге күш салатын сияқты. Жан ажары көкей көркі жасырған сайын жанып, жарқырап ашылады. Өзі бірте-бірте еңкейіп, екі бүктетіліп барады. Оң жақ қолтығына қысқан қара домбыраның үлкен шанағы бүйіріне сіңіп, жоғалып кетіпті. Бауырына қысқан сайын күйіні домбырадан ғана емес, күйшінің өз көкірегінен де шыққандай күңірене күмбірлейді. Құрекең күйлерінен кейін Дина Дәулеткерей кетті. Даланың сирек елінде сирек кездесетін күркелі күйшілердің қай-қайсысы да қолына домбыра алғанда алдымен жалды Құрманғазыдан бастайтын. Қай жерде болсын қарттар жағы, олар уақ қой, аттап кетпе шырағым, сонан баста дейді. Талжыбектің де жаңа Қайран шешемнен бастауы сол олар уақтан әрі қарай тартылатын күйлеріне сәт сапар медеттілеген іспеттеді. Жалдының тентек, адуын күйлерінен гөрі қыз жанына соңғы екеуі жақынырақты. Мұны әккі тыңдаушылар бірден түсінді. Күйші домбырасының алдыңғы Құрекең күйлерін тартқандағы бұрауын бір саты төмендетіп босатып алды. Шешен домбыраға тағылған ғой, шегіне бұдан артық жақсылық жасау мүмкін еместі. Домбыра бұрынғыдан да қоңыр, бұрынғыдан да мұңды сөйледі. Жас қыздың онсыз да сұлу жүзі тіпті құлпырып гүл-гүл жайнап сала берді. Егінің ұшымен екі қасының аралығында әйнек үгіндісіндей ұсақ-ұсақ тер тамшылары жылтырайды. Әдемі, мүсінді мұрны қусырылып барады. Әй, көп жаса жаным, өнерің үстесін, бақытты бол. Сүйсінуден гөрі таңданудан жарыла жаздап отырған жұрт шу ете қап тез тынды. Өзі жап-жас, өзі қысқаяқты адамның осынша күйді біліп отырғаны, өз алдына талғап, танып тартуы, әр пернеге, әр дыбысқа өзін сарқып беріп, жүрек жұдуының соңғы тамшысына шейін тыңдаушы құлағына сығып тамызып отырған қыз күйшіге сүйсіну де, таңдану да артық еместі. Ауық-ауық талпынып басылып, ұмтылып, қайтып тұрған екі төмпектің аржағындағы кішкене көкіректің тым ерте жиған осынша мол қазынасы қайран етті. Алдарындағы осы бір бүлдіршін кермектің бүкіл ішкі сарайы лап етіп, бірақ күйіп кететін сияқтанды. Әрбір басшы адамның мейлі, ол ақылды болсын, арам болсын, сыпайы болсын, дарақы болсын, бәрібір жанына жақын жүретін бір топ жандай шыбайы болады ғой. Олар сол басшы құсап сөйлеуге, сол құсап ақыл айтуға, ат мініп ас ішуге, тіпті дәл сондай етіп күлуге дейін үйренеді. Мына басқарманың да осындай бір топ қосшысы бар екен, сондықтан жаңағы сақал сатымды шұқып көрсеткен қамшы біреу 5-6 болды. Күлгендердің саны да со мөлшерде. Бәрі де бастығы ұқсап ат үстінде шалқалап жатыр. Бәрінің де күлкісі бастығына ұқсас. Барлығының қосылып бір ән салыңдар десе, бұлай шықпас. Біздің көптеген оркестрлеріміз бен ансамбльдеріміздің қолы жетпей келген мәдениетке олар сонау Қошадақтың қоңыр төбесінің басында дауыс қарлықтырып қиналмай күлкімен-ақ жеткенді. Сақал сатымға ырза болудан басқа мал қалмады. Ыза болған кісінің аузына сөз түсе ме, оның аузына да айтуға жарайтын іштеңе түспеді. Атбегінің бар бітіргені үндемеді.
жиренді жетектеп бұрылып жүре берді. Артынан Темірәлі дауыстады. Сатым қасында келе жатқан шөтке шаш қара балаға қатты сөйледі. Онысы басқарманың айқайын естімеудің амалытын. Сайға таман барып жиреннің жабуын алды. Қолтығындағы кішкентай қыл терлікті тесіп, шоқтыққа байлады. Жалаң ауыздық жүгенді сыпырып алып, кеңсірігін астына жібере қайта кигізді. Айғыр арса-арса сылбырап тұр. Әбден жарап, жұқарғаннан бұттары тым талтақ, аңғал-саңғал. Сатым Идаятты көтеріп алып, қыл терліктің үстіне қонжита қойды. Сонсоң 10 қадамдай жерге жетектеп шығарды да балаға айтқаны, атқа айтқаны белгісіз, ал, аш бағыңды, байғұсым деп тізгінді қоя берді. Идаят төбенің шығыс жағына қарай кетіп бара жатқан кілең жайдақ атты балалардың соңынан ерді. Атына мініп, Сатымда солай жүрді. Қара баланың бәйге аттарын ғұмырында бірінші рет көруін таңғалды. Ішінде мұның жиреніне ұқсайтын бірде-бірі жоқ. Шетінен керемет. Тақымды қағып қалса болғаны, ала жөнелгелі барады. Аяқ алыстары қандай дік-дік, қадаң-қадаң дік-дік. Ал жирен айғыр болса жүрісі, жүкті түйенің жүрісі сықылды ырғаң-ырғаң етеді. Әне біреу ақбоз ат үстіндегі үп-үлкен жігітке әл бермей алып қашады. Тізгінін тартқан сайын аузын арандай ашып, жерді тарпып қояды. Еркіме бір жіберші көрсетейін көресіні дейтін сияқты. Иесі басын сәл босатса, ытқып алға шығады. Сонсоң қалған аттарды көлделеңдеп тұрып тосады. Тағыл кері кетеді. Шіркін-ай деді шөтке шаш. Сол менің атым болар ма еді? Астындағы жирен айғырға қарады. Жалы қобырап, жалқау аяңдайды. Аяңның өзін ауырлап келе жатқандай. Мәрелі жерге жұрттың ең соңынан жетті. Бәрі жиналған соң Совет председателі бәйгенің шарттарын түсіндірді. Төбенің 4 жағында қолдарына қызыл жалау ұстаған 4 аттылы тұрғанын, солардың сыртымен шабу керек екенін қайта-қайта айтты. Одан басқасын бұл естіген жоқ. Сатым оқшау шығарып ап, жалдан мықтап ұста, жығылып қалма. Өзім осы маңда болам. Тағы да айтам ғой. Мына төбені алты айналасың. Тізгінді босатпа. Ол аттың басына сүйеніш болады. Шыдап бақ. Бақытты бол айналайын. Не айтайын енді? Сатым сәл бөгеліп барып, мына құлақ асқадан сақтан. Алапат күшті жылқы деді. 30 шақты ат дүрілдей жөнелді. Жаңағы ақбозат әп дегенде жарқ етіп алға шықты. Жирен айғыр әп дегенде жарқ етіп ең соңында қалды. Ақбоз аттағы балаға жолда жалау ұстап тұрғандардың бірі ақмақпысың, тартсайшы басын, қайда барасың деп айғайлады. Топтың ең соңы боп, жаннан өте берген Идаятқа жаңағы адам, асылы сенікі дұрыс, түбінде озбайтын болғасын, асықпағаның жөн деп мысқылдады. Өзі күйініп, залланып келе жатқан бала жарылып кете жаздады, бірақ амал жоқ, естімеген болды. Сатым айтқан құлақ асқа топтың орта тұсында бір қалыпты шауып барады. Бірінші айналыс бітуге айналғанда ақбозат үзіліп жалғыз кетті. 30 шамалат алғашқыда емес сиреп, үздік-создық бола бастады. Әр жерде 4-5-тен ыдырап көрінеді. Көп аттың тұяғы тиген шымдауыт жер дүңгір-дүңгір жирен айғыр ең соңында. Осынша тұяқтың шаң ұшатын болса, Идаятты көміп ақтассар еді. Әйтеуір ауыр ой болғанда шаң жоқ. Аттың тұсырлығына ғана келетін тығыз өскен ебелек пен жусан, одан даласа бұйырғын мен мортық шаңды көтерілуге де үлгертпей жоқ қып тып-тыныш жұтып жатыр. Екінші айналысқа ауысқанда құлақ асқаның үстіндегі бұдан гөрі мазалдау бала әдейі тізгінін тежеп, Идаятты тосып алды да «Тфу-тфу» деп түкіріп жіберді. Шауып келе жатқан кісінің жел ылғи да алдынан соғады, сондықтан ананың түкірігі Идаяттың бетіне тиді. Бұл бірдеңе дейін дегенше, ана бала қош жалғызым көріскенше күн жақсы болсын деп, жылауық кемпірдің кейпін салып, кемсең-кемсең етті де озып жөнелді. Идаят айғайласа да даусын жететінін білді, бірақ бір-екі рет демін ішіне алып, аузын ашса түсті де ерінін тістей қойды. Арланып кетті. Аяғың жетпегесін, аузының жеткеніне не пайда, қап бәлем. Сатымға қатты сенген.
Осы жолы сол сенімнің ішіне күдік атты құрт түскендей болды. Сатым озасың деп сендіріп-ақ бақты. Мынасы несі? Жұрттың мазағы үшін мұны әдейі жаман атқа мінгізгені ме? Не болса да осыны көркем көрмесе екен деп ойлады. Төбе жаққа қарады. Қас қылғандай көкөс көріп тұр. Қарт баласының осынша масқара халіне пәлендей қайғырмайтын сияқтанды. Темірәлі екеуі қамшыларын кезек-кезек шошаңдатып шауып бара жатқан аттарды нұсқап әлдене сөйледі. Қап бәлем. Екінші айналыс бітерде Сақал Сатым аузы жып-жып етіп бұған қарап бірдеңе деді. Екі құлағы гу-гу, желді естігені жалғыз сөз: босат. Ал босаттық көрейік не жыпырғанын деген сықылды немқұрайлау көңілмен идеят тізгінді сәл жіберіп тақымын қысты. Сатымнан ұзай бере байқатпай қамшылап жіберді. Жирен бәз қалпынша баяу шауып келеді. Тек бірте-бірте ортадағы құлап қасқа бастаған топқа жақындай түсті. Байқаса, мұның артында да 3-4 ат қалыпты. Идеятқа олар тағы да мұны мазақ қылу үшін әдейі кейіндеген тәрізді көрінді. Енді неге де болса төзуге бел байлап, ернін қаттырақ тістеп алды. Көз алды мұнарланып, маңдайдағының бәрі судың түбінде қалған шайқалып елестеп барады. Көзін уқалап сүртті. Жирен айғырдың құлағының түбі терлепті. Омырау түймелерінің арасынан ұшын шығарып қойған үлкен алашыт орамалды суырып ап, жиреннің көзін еңкейіп бір рет сипап өтті. Онсыз да көшелі жануардың көзіне титтей қолын жеткізу оңай болмады. Жан дәрмен күн әйтеуір ырым еткен болды. Сақал Сатым ат жарату кезінде талай үйретіп жаттықтырғанды. Онда оңайтын. Мына жолы сол бір ғана көз сүрту үшін жарты айналыс бойы тізгін тежеуге тура келді. Орамалды қайтадан омырауына тыға салып, айналасына қарады. Манағы құлағасқа тұсау бойындай ғана алда барады. Үстіндегі бала бұған қайта-қайта қарап қояды. Бұл тізгінді сәл босатып әп дегенше қатарласа қалды. Жаңағы қылық үшін қайтып қалай кек алуды ойлады. Бұл да соның өзі ұқсап түкірсе қайтеді? Жоқ, қызық емес сияқты. Жатып тұрып боқтаса ше? Қой, ол батпайды. Ауыз, бет, қол қимылдарымен мазақтаса болмас па? Көзінің астымен ана балаға қарап еді, екеуінің көз жанарлары кездесе кетті. Баланың назары тайқи берді. Кірпіктері жыпық-жыпық етіп жасқана қағылды. Өзі манағыдай емес, жасып қапты. Бірақ идеят оны аяғысы келмеді. Қалай болғанда жанына батыратын бірдеңе ойлап тауып, оқсатып өш алуға бекінді. Бірақ ойына ештеңе түспеді. Кенет қарқылдап кеп күлді. Анау жалт қарады. Бұл одан сайын қарқылдады. Анаға мұнысы қатты батса керек, қамшысын көтеріп дүрсе қоя берді. Осы сәтте біреу ақырып қалды. Бұлар жалау ұстаған аттылардың жанынан өтіп барады екен. Жирен айғыр озып құтылды. Құлақ асқа құйрық тістесіп келеді. Қара бала артына көз тастады. Ақбозат орта тұста қалыпты. Ал енді өзінің мана Сатым айтқан құлақ асқадан басқа бәсекелесі жоқ екенін көргенде қуанып қалды. Алтыншы айналысқа шыққанда Сатым қабырғаласа шауып келіп, айда бала, айналайын бала, айда, аяма деп айғайлады. Қалың қара сақал мұртының арасынан тістері ақсия көрінді. Қара бала қоя берді. Жалау ұстап тұрған біреу шамасы жаңа өмір колхоздың кісісі болу керек. Жирен айғыр қатарласа бергенде, охоу, бәрекелді, ох, деп қосыла шапты. Көтермелегені. Аты тың болғанымен ілесе алмады. Жирен ағып кетті. Идеят артына көз салды. Есікпен төрде жүрде құлақ асқа, оның артында осы жаңа өмірдің қаралаяқ айғыр келеді. Екінші жалаудың тұсынан да Идеят қостау күтіп еді, бірақ ол тым-тырыс қала берді. Сонсоң баланың өзі айғайлады. Түк дауыс жоқ, тамағы қаңсып қапты. Төбенің батыс жақ басынан жирен айғырдың өзі бұрылды. Үстіндегі баланың қолы бос еместі. Ол артына әлсін-әлсін қарап қойып, қыл терліктің жалға байлаған жерін шешіп отырған. Тастай боп қалған шие байлауды әрең дегенде шешті де, шоқтықтан ұстап құйрығын көтерді. Бір-екі рет қопаң етті. Шауып келе жатқан аттың үстінде терлік тұра ма? Сауырдан сыпырылып барып, 100 қадамдай жерде қалған құлақ асқаның алдына жалп ете түсті.
Құлақасқа қанша қажыса да жылқы ғой, жалт бұрылды. Үстіндегі бала тұмақтай ұшты. Артындағы қаралақ айғыр екінші боп қалды. Бірақ Идаят мұның бірін көрген жоқ. Терлікті ағытып жібергеннен кейін аттың ып-ыстық тер жалаңаш арқасына жабысып отыра берді. Алдында бұрылыс қалмағанды тіке салды. Бір топ атты екі қабырғадан айғайлай ілере қосылды. Ішінен ешкімді тани алмады. Әрі қуаныштан, әрі шабыстан сілелеген бала ешкімнің бетіне көз тоқтатып қарай алған жоқты. Төбенің күншығысындағы алаңға қадаған кішкене екі қызыл жалаудың аралығымен ағып шықты. Ендігі шабыстың оншалықты жараспайтынын түсініп үлгергенше біраз жер кетіп қапты. Шөтке шаш қара жиреннің басын қанша тартқанмен болмай қойды. Манадан бері оп-оңай бұрылып отырған айғыр көнбеді. Күн шығыс шақ тақтайдай жазық еді. Жирен айғырға рақат болды, ағызып келеді. Баланың есі кетті. Бүйтіп шаба берсе үстінде ұзақ отыра алмайтынын үрейлене сезді. Екі қабырғадан да аттылар шауып келеді, бірақ ешкім маңайласа алар емес. Дыбыс шығаруға бата алмайтын сияқты. Біреу тіпті сасқан шығар. Құр шырағым, құр, тұра тұр, тоқтай ғой жануарым деп жалынады. Балам бәйгеден келтеп мәз болып тұрған әжімгерей қарт мынаны көргенде қатты шошыды. Қанша сабыр сақтайын дегенмен бұл шабыс шынында қатерлі көрінді. Әбден қызған қайратты қыңыр жүйрік жазым қылмаса қайтсын. Күйзелгенде ғана аузынан шығатын апырайын әлденеше қайталады. Сонсоң қолтығын соғып желіп қабақтан түсті. Бір топ шал шапыр оған ерді. Қарт көзінде жирен айғыр бірте-бірте алыстап кішірейіп қалды. Әжекең көзін айырмай қарайды. Жазықтың қақ ортасындағы титтей қызарғанның үстінде бармақтай мен көрінеді. Баланың ақ көйлегі барды. Сағынай Әжімгерей ауылынан оралып, үйіне келген бойда пошташы Оразғалиді шақырта бала жүгіртті. Орекең үйі алыс еместі. Ақсақ қарт батып шығып келгенінше шай пісірім уақыт өтті. Есіктен оң тізесін бүгіп, нақ бір Сағынбайдың келіні ұқсап сәлем ете кірді. Үй иесі әдеттегідей тыс қуана жайдары қарсы алды. Қолтығынан сүйеп әкеп төрдегі қалың төсекке жайғастырды. Үй үшін мал жанның денсаулығын әкесінің құны қалғандай қазбалап теріп сұрады. Жұмыс бастылықтан қолы тимей, көптен сәлем беріп пейіл білдіре алмай жүргеніне кешірім өтінді. Дайын тұрған шайды өзіңізге арнап қайнаттырып ем деп бұлдап қойғызды. Оразғали қарт өзін кем санауға үйренген төменшік момын адамды. Жан ашыры кемпірі де қамқоры қара сиыр болатын. Сағынай сықылды орта аңғолдай азаматтың осынша ықылас көрсетуін ол ерекше кісілік кішіпейілдік санады. Бұрын Оразғали ақсақтың қу мүйіз сиыры сабанымызға шейін жеп қоймайтын болдау деп айғайлағанда дауысы жер жаратын Сағынайдың әйелі де бүгін қайнаға деп қылқия қалыпты. Сүттің сары қаймағын сындырып салып, күрең шайды лықытып кеп құяды. Қайнаға тісіңізге жұмсақ болады деп нанның қабығын алып ішін ұсынатынын қайтерсің. Орекең риза болғандықтан жаны шығып кете жаздады. Сағынай тас аяғын әперген сайын өзім қарағым өзім деп қалбаң етеді. Әйел әр шынаяқты құйған сайын көп жаса қарағым бақытты бол дегенді бар ниетімен сарқылы таусылайтады. Ақыры адам басында дәурен ұзақ тұрған ба, шай ішіліп бітіп дастархан жиналды. Оразғалидың бүкіл алғыс батасы да сол бүктелген дастарханмен бірге бүктелді, бірге кетті. Мұндай бейілді адамдармен жұмсақ төсекте ұзақ отыруды Орекең өзіне тым көп көрсе керек. Алла разы болсын қарағым деп тұруға ыңғайланды. Сағынай иығынан басып отырғызып қойды. Әйелі бір жақтан үйбай-ау қайнағау, айда жылда бір келгенде сонша асыққаныңыз не? Шайыңызды басып отыра тұрмайсыз ба деп майысты. Оразғали қарт, сау бол қарағым, бақытты бол қарағым, көп жаса. Қарағымнан басқа түк айта алмайды. Айтар еді, аузына алғыс түспейді. Негізі бақытсыз бейшара адамдар алғысқа келей келеді ғой. Бұл қартта сол 2-3 сөзден әрі аса алмады, сарқылып қалды. Ақырында көзіне жас алудан өзге амалдың біткенін сезді. Қалтасынан кіргір орамалын алып мұрнын сүртті. Бірақ мұрын
астының шаруасы сүрткен сайын молайып күш бермей бара жатты. Енді күтуге болмайтын ұға қойған Сағынай: «Ақсақал», деді салқындау, «мен сізге бір жұмыс тапсырғалы отырмын. Міндет емес, өтініш қана. Сондықтан орындау өз еркіңізде. Қалай қарайсыз? Сізге сене алам ба? Орекеңе қазір өле қойыңыз десе, бақытты бол қарағым, деп көрге өз ықтиярымен түсіреді. Не жұмыс, не өтініш болса да, одан қиын емес қой. Айта бер қарағым, қызметіңе жарасам құлдық қой, құлдық», деп қалбалақтады. «Айта берсем былай», деді Сағынай. Жан қалтасынан 3 бірдей конвертті суырып: «Мына хаттарды тапсыр деген жеріме тапсырасыз. Жоғалтып алсаңыз басыңыз кетеді». Оразғали «басыңыз кетеді» дегенге селк ете түсті. «Иә, басыңыз кетеді», деп қайталады. «Жалғыз-ақ шарт, тісіңізден шығармайсыз, түсінікті ме? Сізге ғана сеніп тапсырып отырмын. Сізге ғана» дегенді бөліп астын сызып айтты. Пошташы Сағынай ұсынған конвертті Құран ұстағандай қолдары қалтырап, асқан ептілікпен, құрмет сеніммен, әрі қорқып, әрі табынып, құлай қабылдады. Сағынай қалтасынан қызыл 30-дықтың біреуін шығарып: «Жеңешеме шай секер ала қайтарсыз», деп қарттың алдында тастады. «Бергесін көбірек бермейсің бе?» деді әйелі. Осынша сый-сияпаттың мәнісіне түсіне алмай, онсыз да сасқалақтап отырған Орекең тіпті қысылды. Ақшаны аларын алмасын білмей, қипақтап кәріп боп қалды. Ақшаға бір, Сағынайға бір қарады. Сонсоң Сағынайға бір, ақшаға бір қарап күліп жіберді. Бірақ қалай күлгенін өзі аңғарған жоқ. Өзінше жымиып қана қойдым деп ойлады. Алайын десе, бұл не қылған батпан құйрық. Сағынай сықылды. Үлкен азаматтың басқа құрметі жетпегендей ақша ұстатқаны қалай? Қаттасу мұның міндеті емес пе? Ешкімнен көк тиын алмай-ақ тасып жүрген жоқ па? Тек сүйінші деген бір сөз үшін осындай 30-дықтың үшеуін лақтыратын әжімгерей тектес қараңғы адамдардың жөні басқа. Сағынайдікі не? Әй, не дегенмен атаның ұлы ғой, жан ашып көмек еткені болар деп ойлады қарт. Әйткенмен бір түрлі ұят сияқты. Ағайын адам сатысқандай болып ақшалып жатқаны. Алмайын десе, кемпірі түскір ұрсады енді, деп ойлады. Және келін бергесін көбірек бермейсің бе деп қойды. Алмаса өкпеледі, аз сынды демей ме, масқара. Орекең өз ойынан өзі алып кетті. Ақ дәмін татып отырып ұсынғанын алмай кетсе қорлау емес пе? Кімді қорлайды сонда бұл? Сұмдық-ай. Ақшаға көз түсіп еді, ол да ұялғаннан қызарып жатқан сияқты көрінді. 30-дық қарттың алдынан қол созым жердетін, бірақ соған қолын созудың ретін таппады. Ұят сияқты. Бір түрлі қонағанның осы қалын бағып ұғынып отырған Сағынай: «Алыңыз, Орек, алыңыз», деп елпектетті. Оразғали бөтен кісі ұсынған кәмпитке қараған жас баланың жасқаншақ жанармен жаутаң-жаутаң етті. Қолын созайын десе созылмайды. Енді қалай алмақ? Ақыры: «О, адам баласының даналығында шек болған ба?» Орекең құйрығымен жорғалап отырып қызыл 30-дыққа жетіп-ақ келді. Ақша емес, от ұстағандай жұлып алып қалтасына сұғып кеп жіберді. Қарттың екі шекесінен тер шып-шып етті. Рахат болды. Енді кемпірі дұрыспайды, Сағынай да өкпелемейді. Манадан бері қиналып таба алмай отырған амалының аяқ астынан табылғанына қатты қуанды. Әй, айналайын, ақыл-ай, кім ойлап шығарды екен сені? Кім шығарса да, ол шығарсын ақыл деген алапат зат. Орекең өзін өзі дәм мұндай риза боп көрмеген. Өзінің ақылына, тапқырлығына сүйсінгені сондай, тіпті ірге жағында шырт еткізіп түкіргісі келді. Амал не? Айналаның бәрі төсеніш болғандықтан жұдырығымен аузын басып, бір-екі жөтелімен қанағаттанды. Әрі ақылды, әрі қадірлі екеніне осы үйге келіп көз жеткізген Оразғали кетуге ыңғайланды. Үй иелері де бұдан әрі бөгейтін бейіл байқатқан жоқ. Әйел ғана: «Отыра тұрмадыңыз ба қайнаға?» деген болды. Мұнысы әлгіндегідей емес, пәс бәсең естілді. Сөйтті де есікке қарады. Одан шығатын жерің анау ғой дегендей боп Орекеңе көз тастады. Орекең оның ешқайсысын елемеді. Тек ұша түрегеліп қалбалақтап қоштаса бастады. Сағынай қиялмай отырған кісі ұқсап: «Ойпыр-ай, үстесізден асығасыз. Қаншығынғы қашан жүресіз?» деді. «Ертең қарағым, ертең жүрем. Хаттарды кімдерге тапсыруды білесіз ғой?» «Білем қарағым, айттың ғой өзің». «Жолыңыз болсын, Ореке. Айтқаның келсін, қарғам». Оразғали қауқалақтап есік алдына шешкен етігін тез киді.
Сонсоң артына бұрылып қош қарақтарым деді де шыға жөнелді. Мәз болып бір жасап кетті. Сағынай әйеліне қарап жымиып қойды. Әйелі де қарыздар боп қалмады, күйеуіне қарап ол да жымиды. Сонсоң тұрып барып есікті жапты. Жалпы үйдің есігі жабық үй болатын. Сөйлесе есікті жауып қойып сөйлейтін, күлсе еріндерін жауып қойып күлетін. Әйелді кім білсін, әйтеуір Сағынайдың қарқылдап күлгенін ешкім байқаған емес. Ғұмыры аузын ашпайды. Сөзі де тісінің арасынан сыздықтап, қысылып әрең шығады. Көмейінде көмбесі бар кісідей ылғи күлкілдеп сақ отырады, аңдап сөйлейді. Дауыс шығарып сөйлемейді, көмей көрсетіп күлмейді. Әрине қарқылдап тұрып бір күлсе, тісі қанша жиі болғанмен көмекей көрінер еді. Оған Сағынай бармайды. Сырт көзге сыпайы жайсаң жан. Әкім азамат қарқылдап, тарқылдап күліп жатса, халықтан ұят қой. Сондықтан оның сөзі сыбыр, күлкісі жымиюдан аспайды. Барлық ақылды кісі сияқты Сағынай да ой пиғылын сақтай біледі. Ішімдегі ғаламатты ешкім білмейді деп ойлайды. Онысы көп жағдайда раста. Шынында кімнің ішінде кімнің не шаруасы бар? Әркім өз ішіне ие болса болды емес пе? Әйел де өзіне лайық сұңқылдап отырып, су татырмайтынның өзі. Бірақ ол да ерінің арғы түпкі сырларын біле бермейтінді. Әйтеуір күйеуінің аузын ашса түбі көрінетін жайдақ кісі емес екенін іштей сезеді. Мана пошташы қартқа Сағынайдың сонша неге жалбалақтағанын әйел әрине ұғынып жарыған жоқ. Сөйтсе де мұның бәрі тегін бейіл емес екенін түйіп, өзі де ілтипат көрсетуге тырысты. Оразғали әкеткен 3 конверттің құпиясын да ол толық ұқпады. Сағынайдың қалтасынан ақшаны тектен-тек суырмайтыны өзіне аян. Демек, өте маңызды бір іске жұмсап отыр. Не іс екенін білгісі-ақ келеді. Әттең білер ме еді? Әттең Сағынай айтса ғой. Жоқ, ол тірі де айтар ма? Тапқан екенсің, қатынға шынын айтатын ақымақты. Әйел күйеуінің бетіне жалтақ-жұлтақ қарай берді. Бірдеңе сұрағысы кеп отырғанын Сағынай біле қойды да, атты жіберіп келші, суыған шығар деп әдейі жұмсап жіберді. Ол келгенше өзі де төсегіне жатып ұйықтап та үлгерді. Адам қулығын қанша жасырғанмен, қанша бүркегенмен ешқашан жабулы қазан жабумен қалмайды. Өмірде әртүрлі қулық сұмдықтар болады. Сұмдық жасаған адамдардың бірде-бірі өзін олақпын, айласызбын деп ойламайды. Бұл істі өзімен бөтен ешкім білмейді деп жасайды. Біреу түннің қараңғылығына сенсе, біреу адамның надандығына сенеді. Қай-қайсысы да сездірмейін, білдірмейін дейді, бірақ дүниеде жазадан құтылған жауыз, ашылмай қалған қылмыс аса сирек болса керек. Президенттер мен халық данышпандарын өлтірушілердің қылмысындай үлкен болмаса да, осы жаңа өмір колхоз үшін ұлы бір қылмыс істелді. Не қылмыс дейсіз ғой? Оның сізге бәрібір кейінірек белгілі болады. Сағынай менің ісімді кім біледі деп ұйықтап жатыр. Қазір ешкімнің білмейтіні рас. Алайда әркімнің қолымен істеген ісі түгел көкірегіндегі ой пиғылына шейін тәтпіштеп, сезіп түйіп жүретін біреу барды. Ол көзге елеусіз, жамандықта жақсылықта жасамайтын, сый құрметпен, атақ абыройдан дәмесі жоқ, төменшік жетім жан. Ол ешбір заманда ұстаз көрмеген, арбаша, арабша, латынша, түгіл орысша да оқымаған сауатсыз нағыз тас қараңғының өзі. Есімі уақыт, кәсібі бет ашу. Жұмекен Нәжімеденов. Оқыған Оразбек Бақытқан. Анау келген кім болды екен, біліп келш, кім екен? Анау келген кім болды екен, біліп келш, кім екен? Батырлық па? Өз төрімді күтіп алам, түнетем. Байлық болса қулау болар. Тура қара көзіне, кімде болса алдамасын, алданбасын өзі де. Қайғы болса артында, оның қуанышы бар шығар. Бірі кірлеп, бірі жуып кеудем менің аршылар. Бақыт болса денем әлсіз көтер алман. Арман болса өмір бақи арқалайын төзейін. Адалым боп арнап келсе, барым әзір көңіл қош. Түсір жылдам атын байла, қырауын қақ тонын шеш. Шындық болса кілем төсе, дастарханым жаямын. Жалғандық па? Тулақ таста,
сүртіп шықсын аяғым. Жұмекен Нәжімеденов. Оқыған Оразбек Бақытқан. Жұмсамаңдар достарым дәрігерге. Жұмсамаңдар достарым дәрігерге. Танысқанмын дәрінің бәрімен де. Дала деген докторға көрінейін, емделейін одан да барып елге. Ұсақ түйек ауруға шыдам денем, шыдам менен талайға ұнам келем. Дала деген докторға көрінейін, профессор емдесін Шубат деген. Мені емдейді, емдесін өлең мейлі, ауыл барсам асауқан төмендейді. Мен емдейді шырылы боз торғайдың, қорайлардың ызыңы мен емдейді. Елде ғана айығам, арыл алам, сырқауымнан еш дәрі дарымаған. Маған дәрі бір жұтым құм самалы, құдық суы бір қауға дәрі маған. Уколыңды қоя тұр, жаңа мына, алай салма қан тамыр каналыма. Қошалағым дайындап қойды уколын, ақ тікеннің шөңгесін табаныма. Жұмсамаңдар достарым дәрігерге, елге жетер қуат бар әлі менде. Дала деген тәуіпке көрінейін, емделейін тағы да бар белге. Жұмекен Нәжімеденов. Оқыған Оразбек Бақытқан. Біз өзіміз шындық деген көк аспандай тым биік, мұхит сынды әрі терең тұңғиық. Жан сендіріп жаңсақ жайлар қатаңыз, бізде содан қателесіп жатамыз. Шынды рас, мойындадық биіктеп, суды рас, мойындадық сұйықтеп. Көрген шақта шын қасірет қайғыны аяғынан жүрегіміз айныды. Шашақтарын самал желге жүздірген, қызыл туды қызыл дедік біз бірден. Қараны рас қара дедік бір қарап, адалдықты ақта атадық бір қарап. Жапырақты жасыл деген секілді, гауһар тасты асыл деген секілді. Жақсы десе ауруға да дарыдас, жаман десе көңіл қайтып арымас. Рас, рас, бәрі рас. Тайған ақтап іс секілді мұздағы, бірақ кейде қателестік біздағы. Тау мен сайдың арасында дес бермей, төбелердің өсетінін ескермей. Байғыздың да аңсауы бар екенін, бұлбұлдың да жемсауы бар екенін, ақылдың да ажалы бар екенін, бақырдың да базары бар екенін ұмыттық біз. Әділеттен үміт қып, әділеттің өзін күйде ұмыттық. Жақсылардан еңбек күтіп, тер күтіп, жалқауларды алдық біраз кергітіп. Төбелердің көңіл үшін ғасырлық, кейде шыңның асқақтығын жасырдық. Жапалақтың шыққан үшін тас қырғып, таққа сүйеп отырғыздық тақсырғып. Ал кей күні қыран құстың қанатын қиып алып бір байғызға жапсырдық. Таудың даңқын көтерем деп байқаған, төбе бірақ қақты бір күн қайқалаң. Бұлбұлдардың әнін шырқап байқаған, қызыл әтеш, әтеш болды қайтадан. Біз керемет, кең халықпыз, сөзбеді, қателесу көтерем деп өзгені. Жақсылығын жақсылардың өздері, жамандығын жамандардың өздері дәлелдеді. Ал бір жақта құлан құлап құдыққа, құлағына ойнап жатты құрбақа. Жұмекен Нәжімеденов. Оқыған Оразбек Бақытқан. Крылов тақырыбы. Қаратал судыр қағып жапырағы, қайың боп ойнағанда қатырады. Рөлін тау қыранның байғыз ойнап, бұлбұлды есек сынап жатыр әлі. Түк ұқпай қайсар емен заман жайлы, шілік әлі майысып амалдайды. Қорқытып қоңыр қанден пілдер күріп, қу түлкі арыстанды әлалдайды. Арыстан құдірет қой, бірақ әлі кім қарсы азулыға тұралады. Табылды, білемін, тек бүгін ғана түлкіге алданбаудың бір амалы. Япырау, көңіл қалай қамықпайды, әтеште әтештігін танытпайды. Осы екен шын өкініш, анық қайғы, маймылдар айна сырын
әлі ұқпайды. Бір күндер өтіп жатыр біргелесіп, аққу мен қара қарға іргелесіп, аңқаудың аузында әлі ірімшік тұр, аш қасқыр ала қоймен жүр кеңесіп. Тоқтыққа әр құмырысқа жол аштылы, жоқ, бүгін о кезегінің жоғаштығы. Келеді әттең әлі қалмай қимыл мен пиғылдардың оғаштығы. Бұл рас, көне мысал тозған қайғы, аққу шортан шаянға көз қалмайды. Жігіттер ойлан, бірақ бүйте берсек біздің де көп жүрегіміз қозғалмайды. Жұмекен Нәжімеденов. Оқыған Оразбек Бақытқан. Қоңыр түс. Қоңыр шешем қоңыр кешті жамылып, көзін сулап қалып еді қамығып. Қоңыр жолға түсіп едім мен өстіп, қоңыр ақай, ой маза берер емес түк. Қоңырайып жатыр дала, жол әлі, кеудем кейде қоңыр күйге толады. Қоңыр әнмен қазақ бесік тербетіп, өгізіпті-ау қоңыр баланы. Қоңыр күпі, қоңыр дала қоңыр үн, қоңыр күймен өтіп жатыр өмірім. Қоңыр күзде қоңыр шаруа күйбеңмен, қоңсы қонған қоңыр қызға үйленген. Қоңыр күй тыңдап ем жасымда, шешем қалды қоңыр төбе басында. Қоян жонға қоңыр ымырт түскенде, қоңырайып отырмын мен үстелге. Жұмекен Нәжімеденов. Оқыған Оразбек Бақытқан. Темірқазық. Айсыз қара түндерге ат құлағын қақтырып, тәуекелдің қолына тағдырымды лақтырып, талай жорттым, жолсызбен айдалада ақ тымық. Барабанның құлақтың тыныштыққа шақтырып, тыныштық ба? Бәлкім үн дыбыс шығар бұдағы, ауық жолшының шыңдалса да құлағы. Сайтан сыбырласқандай қара түнде молдамен, бір құпия келісім тапқансынды болды әлем. Түсініксіз құр сыбдыр, ескі құран парағын аударғандай әлдекім елең қағып қарадым. Темірқазық жұлдызын белгілеп ап сонда мен талай үйлерге адасқан боп қонған ем. Құпия үміт жұлдызы, армандардың жас асыл нұры болып тасасың. Жаса ақ жұлдыз, ақ тілеулер жасасын. Қарт әже жоқ, жас ит жоқ, қыз дауылдар жасасын. Біздің дала кең шіркін, адаспасқа жоқ амал. Адасқанда басыңа келген ойдың көп адал. Сыбдыр естіп қияқтан, сыр түю де қоғадан. Сезім екен ғой сескену де моладан. Иесіз қыстау, еңку жерелес беріп не түрлі. Болады-ау жон арқаңа кіріп аунаған секілді. Ақыл қандай сасқалақ, көңіл қандай күйгелек. Сұлы мұрты тізеңе қадалғандай ине боп, сөлін екті даланың, ол да саған шарқырай. Тартысқандай тістесіп, мың диюмен бір құдай. Жас терідей даланы созып қалған тәрізді, дию жеңіп құдайды өзі қалған тәрізді. Көлең арбасқан, салушы еді маған мұң. Айсыздағы түндердің жайсыздығы ғаламның. Темірқазық жұлдызын белгілеп ап сонда мен арулардың ауылына адасқан боп қонған ем. Жалғыз жанған маяктай теңіз кезген кеме үшін, нысанағып өсіп ем, сенім тұтып сені шын. Жұлдыздардай көктегі жымың қаққан толған қыз, ат қазықтан адасып тоқым төсеп қонғанбыз. Иісіне жап-жасыл түтінімнің, түндіктің сүйгеніме қайтарған сонда мені сен жалғыз. Босағамның жұлдызы, беріктіктің қазығы, беріктігіммен басқа болған емес жазығым. Бір қалып жоқ өмірде ақ жұлдызым, нұр жүзім, көлеңкеңнің өзі де бірде қысқа бірде ұзын. Сонда сенсің маңайдағы аудартпаған бағыттан, о аппағар ақ арман, менің биік жұлдызым.